Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Арнама қош келдіңіздер. Аудио-видеоны соңына дейін тыңдап, қазақша каналыма қолдау білдіріңіздер. Әсерлі әңгімелерді тыңдап отырыңыздар. Өмірде болған оқиға. Біздің елде ертеректе бір жалғызбасты ана болды. Жастау кезінде күйеуі жол апатынан көз жұмып, тым ерте жесір қалыпты. Жалғыз ұлын арқа етін арша, борбай етін борша ете жүріп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Орыс тілін білсе, сауатты болып өседі деп, баласын орыс мектебіне беріп, барынша орысша тәрбиеледі. Рас, обалына не керек? Бала алғыр, білімпаз болып өсті. Сонау Балтық теңізінің жағасындағы Рига қаласына барып, сондағы азаматтық авиация институтына түсті. Диплом алғаннан кейін Свердловск, қазіргі Екатеринбург қаласындағы авиаториятқа қызметке жіберілді. Бірер жылдан кейін сол өңірдің бір орыс қызымен көңілдері жарасып үйленіп, отбасын құрды. Елдегі анасын сол жаққа қолына алмақ болып, біраз әуерленді. Оған анасы: балам, өркенің өссін, мені жылы жерден қозғап не қыласың? Өскен елімді, туған топырағымды, жүрген жерімді, мына сен өскен қара шаңарақты тастап, қай жаққа барамын? Көңіліңе, пейіліңе дән ризамын балам. Әзірге Құдайға шүкір. Бойымда күш қуат бар. Денсаулығым да жаман емес. Жаратқан иемнің өлшеп берген өмірін жасармын. Маған еш алаңдама. Жылы орнымды суытпай, ағайын жұрттың ортасында әкеңнің шаңырағының отын өшірмей, осы бауыр басқан берекелі елде отыра берейін балам. Хат бар, телефон бар, хабарласып тұрамыз. Өскен ұяңды ұмытпай, немерелерім мен келінімді елге әкеліп, ата мекеніңді аралатып, әке бабаңа Құран түсіріп, бізбен дидарластырып тұрсаң болғаны жырағым, деп ризашылығын білдіріп жіберді. Рас, алғашқы кездері жыл аралатып болса да, ұшқыш жігіт ауылға келіп кетіп жүрді. Әйелі бір рет келіп, ауылдың ауыр тірлігін көріп, айналадағы барлық дүниеге мұрнын шүйіріп, несін айтамыз? Әйтеуір кері қайтуы тез болыпты. Бара-бара баласы анасымен тек хат арқылы хабарласып тұрды. Бірер рет шай, кәмпит, орамал және тағы басқа кәкір-шүкір салынған сәлемдеме де келіпті. Сонда әлгі әйелдің: балам, алтыным менің, сыйлық жіберіпті. Лөтчик балам ұмытпапты мені, айналайын сол деп, көрші қолаңдары мен таныстарының алдында мақтанып, жүрегі жарылардай қуанғанын көргендердің жанарларына ыстық жас келіп, көңілдері босайтынды. Ауыл үстінен анда-санда ұшып өткен самолетке қолын күннен қалқылай, сонау биік көкке көз тігіп: әне, анау самолетте менің лөтчик балам ұшып барады. Байқаған боларсыңдар, қанаттарын қағып, бізге сәлем жолдап барады ғой қарағым. Айналайын, жаным менің. Жұмыс бастылықтан келе алмай жүр ғой, менің алтын жарығым. Мен түсінемін ғой сені, жаным. Әйтеуір аман жүрсең болғаны құлыным. Соның өзі күш қуат маған, көгершінім, балам деп, мейірленіп екі жанары еріксіз суланады екен. Бірақ уақыт өте келе ұшқыш баласы анасын мүлдем ұмытып, туған ауылына ат ізін салмай кетті. Немерелерін бір искеуді арман еткен, оларды және ішінен шыққан ұлын күн сайын сарғая күтіп, үкілі үмітін үзбеген ана әбден қажып,
самайларын ақ шалып, қартайып, бақилық болды. Ел жұрт болып, әлгі жалғыз басты ананы қолдарынан келгенше арулап жер құшағына берді. Баласы қай жерде жүргенін ешкім біле алмай, оған хабар да бере алмады, жетпеді. Ауылға барған сайын, жар жағасындағы ескі зияратта оқшаулау тұрған бір бейітке көз салам. Басындағы құраған жалғыз ағашта қорқыныш, үрей тудырады. Уақыт өте шөп басып, жермен жексен болып бара жатқан сол жалғыз бейіт менің көңілімді астан кестен етіп, жан дүниемді төңкергендей бір ауыр сезімге бөленемін. Неге олай екенін өзім де білмеймін. Әйтеуір көңілім құлазып, жұдырықтай жүрегім кеудеме сыймай, жиі қағып, жанарларыма ыстық жас мөлт-мөлт етіп келіп қалады. Дәл сол күйден әрең арыламын, деп аяқтады өз әңгімесін. Иә, өмірде сирек болса да кездесіп жататын осы бір уақиғадағы асыл ананың түн ұйқысын төрт бөліп, мәпелеп өсірген перзенті ана алдындағы перзенттік борышын өтеді деп айтуға аузым еш бармайды. Ана кешірді. Немесе кешірмеді екен баласын? Қайдам, бұл ауыр сұрақ. Аналарыңызды барында құрметтеңіздер ағайын. Анаңа күнде құрмет қылсаң, алдыңнан ашылады жәннат бағы деп бекер айтпаған. Жәннат анамыздың табанының астында. Анамызды барында қадірлейік, аялайық. Ақ жаулықты аналарымыз аман болсын. Құрметті оқырмандарым, осы тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңізді қалдырып, қазақша арнама қолдау білдіріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Мадина Болатқызы. Келесі видеомда кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.